Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін ерекше булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бірінші апара жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді, шекеріміздің жартысын, ашытқыны қосып, бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Апарамыз дайын. Енді осы апараның үстінен шекеріміздің жартысын, тұзды, жұмыртқаны, еріген сары майды, ванильный сахарды, ұнды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін жайып, видеодағыдай кесіп, арасына начинкасын жағамыз. Содан кейін рулет құсап орап, формаға саламыз. Мен начинкасына алма повидласын пайдаландым. Сіздер қалаған начинканы пайдалансаңыздар болады. Осында 2 булочка шықты. Жылы жерге жарты сағатқа бетін жауып расстойкаға қалдырамыз. Расстойкада тұрды, қамырымыз үлкен болып 2-3 есеге үлкейді. Енді осыған жұмыртқаның сарысын жағып, 150 градус пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.